достар сияқты. Дұрыс. Енді сіздің ойыңыз? Менің ойым бұл жерде видеода бұл баланың тәрбиесі, бұл жерде мына кісі айтқандай енді толықтай қосылам, бірақ енді алып қоса бар әрине. Енді бұл жерде бала мен әкесі болсын, анасы болсын, өзі 1 сағат, 2 сағат болсын, балам деп емес, дос сияқты сөйлессе, бала деген ашылысып айтады. Не істеген, сабақта не істеді, сол ойын анық жеткізу үшін түсірілген видеоролик деп ойлаймын. Деген өзі білімнің жемісін жейтін орын емес па? Сол сияқты біз жемісін жеп жатсақ қанекей күшті болмай ма, иә? Таза табиғаттың өнімін көрсек. Ал ағаш тамырымен мықты дегенді түсініңіз ғой, иә? Енді адам досымен мықты дегенді қалай түсінесіз? Досың мықты болса, сен де мықтысың ба? Мықты дегенді қалай түсінесіз? Досың жауап алмайды. Жоқ, қандай досыңыз бар мысалы мықты деген не деген? Сенімді, адал дос болса. Достың да бар ғой, дос. Қандай досты мықты деп ойлайсыз? Старый друг лучше, чем новый дух дейді ғой, былай ескі достар мықты болады. Сіз орысша оқығансыз ғой, иә? Сондай. Бұрынғы естен, бала жақтан келатқан достар мықты болады, бір тастамай. Әрине, ол дұрыс. Оның арасында келіп кетерлер де болады, көшіп кететіні болады, басқа жер жұмыс барысымен солай. Енді соны қазір қызыңызға қалай түсіндіресіз? Досы бар ма қызыңыздың? Досы бар, 2 қыз бар ғой. 2 қыз. Соның біреуімен кетіп қалмай ма? Біреуін тастап кететін сияқты ғой. Мен мәшіме келсең шудан біледі. Шудан мінеді, бірақ негізінде екеуі кетіп қалады, іңкәрді тастап кетеді. Қайсысы? Каусар екеуі кетіп қалады. Мен мәшіме келсең бәрін алып қой, тағы 3 қыз алып енді ол сіз соны байқамай тұрсыз, жақсы. Сіз айтыңыз, қандай? Сізге лақтырайын. Нақтырайын қой. Қазір игілікті іс істейміз. Ал. Дұшпан күлдіріп ойды, дос жылатып ойды. Оны қалай түсінесіз? Бұл енді айдан анық қой. Дұшпан дегенде көре алмайтын, жетістікке жетіп жатса, аяғынан тартқысы келетін. Солар мысалы екеуі бірге жүргенде көбіне шындықты айтпай ойлайын түсіп кішкене. Сізде сондай болды ма? Мысалы, күлдіріп айтып жүріп, сондай сенімсіздік танытып, артынан ренжіп қалған бір досыңыз болды ма? Ондай болған жоқ. Сондықтан сіз көп адамға сенбейтін сияқтысыз ғой. Айналада бәрі анау өзіңізді сақтықпен жүретін сияқтысыз, иә? Сақтанып жүрген жақсы ғой. Бірақ енді от души күліп, от души жүргенде жақсы сияқты мысалы. Ондай достарым да бар. Бала деген мысалы баланың күлкісі керемет емес пе, иә? Енді баланың қандай досы бар? Баланың енді бала болғасын енді ол бала ғой. Ал мысалы қарап мысалы ажырата алмайтын деген сияқты, әлі жас. Мысалы мен кішкентай кезімде достар болды да, мен мысалы бала болғасын ол ойнайды да, ойнайды, сосын түнкісін тығып қояды, бірдеңесін тығып қояды мысалы, оның аңқаулығын пайдаланады, бірдеңесін пайдаланады. Сол кезде сіздің арыңыз келе ме, қалай сөйлесесіз, ана адамдарға, балдарға қалай барасыз, қалай айқайлайсыз ба, я түсіндіресіз ба, қалай қыласыз мысалы, ол да бір сондай кез болды ма? Бала болғасын бір күн ертесің алып кетесің. Дым хабар бермей мысалы араласпай отыруға да болмайтын шығар? Қалай түсіндіресіз мысалы, жылап келді қызыңыз, қасындағы қыздар сөйтіп ренжіпті. Енді анық кез келген адам мысалы қызы жаңағыдай жылап келсе, енді жаман жағынан үйретпейді деп ойлаймын. Қолдан келгенше жақсы жағынан түсіндіріп ренжіме, бүгін осындай болып қалды, ертең қайтып достасып кетерсің. Қолдан келгенше жақсы жағынан тәрбиелеу. Қолдан келгенше баланың ренішін басасыз. Ренішін басып, себебі реніш дейтін адамның жолын жабады. Дұрыс, ал сізге? Не деген? Ауыстырып, оқи беріңізші, ауыстырып, иә. Не деген? Қанат басқа бітеді, білім басқа бітеді дейді. Ал бұл қалай түсінесіз? Қалай түскенде жалпы өзім қазір қағидамда бала түсінгенім жалпы да енді.